құрметті көрермен, сіздермен әдеттегідей тәлімгер реалити жобасы және де жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, біздің эфирде әріптесім Қасиет Өмірбек және де Аселия Медеу. Жалпы Қасиет, білесіз бе, біздің бүгінгі қатысушыларымыз қандай бағыт бойынша бақ сынасады? Бүгінгі біздің қатысушыларымыз қолөнер бағытының нақтырақ айтатын болсақ, киіз өңдеу кезеңіне де келіп жетті. Жалпы киіз туралы айтатын болсақ, киіз жай ғана материал емес, ол тұтас бір мәдениет деп айтсақ та болады. Себебі ежелгі ата-бабамыздың киіз үйінің сыртқы бөлігінен бастап, жердегі төсенішіне дейін барлығы киізден өңделген. Тіпті ертеде бір киіз үйдің сыртына қарап, сол әулеттің байлығындай елестетуге бағалауға болады екен. Қасиет, білесің бе, жалпы көпке топырақ шашқан емес дейсіз, біздің кейбір жастарымыз киіздің не екенін және оны қалай жасалатынын білмейді. Бірақ біздің бүгінгі қатысушыларымыз бұл стереотипті бұзатын болады. Дұрыс айтасыз, бұл ойыңызбен келсем. Осыда сізге тағы да бір факт айтып өтсем, жалпы біздің қазір киіз үйімізді смарт технология деп алсақ та болады. Себебі, мысалы, қараңыз, киіз үй суықты өткізбейді, жылуды ұстайды, тіпті сыртқа қарай дыбыс та өткізбейді екен. Қарап тұрсақ, смарт технологияға дәл келетін бұйым. Дұрыс айтасың, толық келісемін. Жалпы біздің қазіргі уақытта ақылды үй деген термин пайда болған ғой. Заманына қарай адам деседі. Бірақ мен осы тұста ақылды үй деп біздің бұрынғы ата-бабамыздың киіз үйін айтатын едім. Өзің айтып өткенде расымен де жылуды сақтайды, суықты өткізбейді, сонымен қатар ол жылжымалы болған және жинақы болған. Жалпы киіз үй ол тек қана бір ғана үй емес, ол бүкіл бір руханилықтың, байлықтың көзі деп айтсақ та болады. Себебі ата-бабамыздың киіз үйінің сыртқы бөлігінен бастап, іштегі тіпті бас киім, үстеріне киетін киім, тіпті балалардың ойнайтын ойыншықтарына дейін барлығы сол киіздерден жасалған екен. Сонымен қатар, Қасиет, білесің бе, бұрынғы заманда естуім бойынша бір текеметті жасауға 15-20 күн кеткен деседі. Енді біздің қатысушылар 15-20 күн бойы текеметті қуытпай да тәлімгердің бекіткен тапсырмасын санаулы уақыттың ішінде орындайтын болады. Дұрыс айтасыз. Ендеше дәл бүгінгі біздің сайысымыз тек қана киіз өңдеу емес, ол ұмыт болған дәстүрді қайта тірілту. Ендеше Қасиет, көп созбайық, сен әдеттегідей демала бер, эфирді өзім жүргіземін. Қайдағы демалған? Мен бүгін демалмаймын, себебі мынау ашылған қолөнер орталығын мен толық аралап бітпейінше мүлде демалмаймын. Қасиет, сен шаршамайды екенсің. Ал ендеше құрметті көрермен, Қасиетке сәттілік тілейік. Эфирді біз бастаймыз. Қолөнер бағыты бойынша жарыс басталды. Киіз қазақ халқының тұрмысында ерекше орын алатын көне материал, ол қой жүнінен табиғи әдіс арқылы дайындалады. Бұл өнер ғасырлар бойы ұлт мәдениетінің ажырамас бөлігіне айналып келеді. Ал шеберлер ою-өрнек пен түстердің үйлесімін сақтай отырып, тұрмыстық әрі сәндік бұйымдар жасайды. Қазіргі уақытта бұл дәстүр жаңаша сипат алып, заманауи қолөнердің бір тармағына айналды. Бүгін біздің қатысушыларымыз осыны дәлелдейтін болады. Құрметті достар, сонымен біз көптен күткен қолөнер бағыты бойынша дәл қазір бірінші кезеңді басталғалы тұрмыз. Жалпы менің жанымда өз саласының білікті маманы және де біздің бүгінгі тәлімгеріміз Мереке ханым. Енді сайыстың шарттарымен алдымен таныспас бұрын қатысушыларымызбен жеке-жеке танысып өтейік. Менің атым Абилаева Аружан, және мен МКТУ университетінде сәндік-қолданбалы өнер факультетінде 3-ші курс болып оқимын. Менің есімім Маден Нұржан, осы Қазақ-Түрік университетінде 3-ші курс оқимын. Мамандығым сәндік-қолданбалы өнер. Менің есімім Нақып Нұрида, мен биылғы бітіруші түлекпін. Яссы колледжін тәмамдағанмын. Қазіргі таңда ешкеде жұмыс жасамаймын. Есімім Әмірқызы Сафура, Яссы колледжінде оқығанмын. Қазір жұмыссызбын. Менің атым Әбиболла Аружан, осы МКТУда оқимын. Қатысушыларымызбен жеке-жеке танысып өттік. Енді дәл қазір Мереке ханым, жалпы жарыс туралы айтып өтсеңіз, қатысушыларымызға таныстырып дегенде және де бірінші кезеңде оларда қандай тапсырма күтіп тұр, олар қандай жұмысты атқару керек? Бірінші біз қазақтың ұлттық киіз өнерімен таныспыз. Сол киіз өнерінің мынау кішкентай түрі киіз отырғыш жасаймыз. Қазіргі бұларға берілетін тапсырма 40-40. Мынау төсеніші, осы жүнді 40-40 етіп салады. Мынау алдын ала оюға дайындап қойдық. Мына ақ қағазға мынандай етіп ою түсіріп, оны кесіп, өлшемдерімен жасау керек. 2 сағат уақыт беріледі, қыздар. Барлық осы жерде керек жарақтарыңыз осы жерде тұр. Соны 2 сағаттың ішінде қамтып, мынадай әдемі жұмыс жасап шығарамыз. Осы. Құрметті қатысушылар, тапсырма түсінікті ма? Уақыт жеткілікті ма? Ендеше құрметті көрермен, біз көп созбай бірінші кезеңде де бастаймыз.
Құрметті көрермен, біз дәл қазір тәлімгер Мереке ханымның қасында тұрмыз. Енді Мереке ханым жалпы жұмыс барысын көріп жатырмыз. Барлық қатысушыларымыз өте белсенді, 5 бірдей қатысушымыз бақ сынасып жатыр. Жалпы қалай ойлайсыз, киіз басу бұл қазіргі уақытта қаншалықты танымал? Танымал ол киіз біздің танымал ата-бабамыздан қалған өнер. Қазіргі кезде оны танымалдылығы артқаны, бұрынғы кезде тек киізді үй қажеттілігіне байланысты ғана басып отырған, оны сатып, одан бір күнкөріс көзіне айналдырған жоқ. Адам ол кезде тек қажетіне байланысты жасап отырды. Ал енді қазір танымалдылығы тіпті артты десем болады. Одан қазір сұраныс жоғары. Қазір тек қана бұрында киіз басып қана қоятын еді, төсеніш ретінде қолданатын. Ал қазір енді киізден картиналар жасайды. Не деген әдемі дүниелер, киімдер жасап жатыр, шарф жасап жатыр. Жаңа қыздардың басып жатқаны үйге, интерьерге қолданады. Даже бұдан қазіргі кезде жамылғы жасап жатыр, көрпе ретінде. Сондықтан бұның танымалдылығы бұрынғыдан да арта түседі деп ойлаймын. Өйткені технология дамып жатыр. Қазіргі бұрынғы кезде мысалы тек қана ыстық сумен басып отырса, қазір көріп отырсыздар, ондай ыстық су қолданып жатқан жоқ, тек қана сабынды сумен ғана пайдаланып, яғни біздің технология дамып жатыр дегенді айтуға болады. Енді маған қызық болып тұрғаны, неліктен дәл бұл сайысқа киіз басуды таңдадыңыздар? Әлде қазіргі уақытта біздің жастарымыз жалпы киіз басуды білмейді, соны дәріптеу керек деген мақсат болды ма сіздерде? Иә, дәріптелу керек, ол тоқтамау керек. Екіншіден, енді ол қазақ дегенде бірінші өнері, тілі ғой. Сондықтан өнері болғанда қандай өнер? Біз мал шаруашылығымен айналысқанбыз, яғни киіз, жүн, кілем, ол біздің өнеріміз, ол біздің тамырымыз. Сондықтан енді келіп Италияның бір гобеленін немесе басқа жақтың бір өнерін дәріптемейміз ғой. Қазақ дегенде өзіміздің бірінші ұлттық өнерімізді дәріптеуіміз керек. Сол үшін мен осы киіз бастырып жатырмын, және жастар көрсін, жастар ойлайды тек қана бұны жаңағы бұрынғы кезде апалар басқан, апалар басу керек. Жоқ, қыздар да осы қыз күнінен бастап үйрену керек, көру керек деп ойлаймын, насихатталу керек. Сізбен толық келісемін. Енді маған қызық болып тұрғаны, қатысушылардың жұмыс процесін көріп жатсыз. Олар қалай жаңада әрекет етіп жатыр? Жалпы белсенді ма? Бұл салада білімдері бар ма екен? Біз енді қатысушы ретінде жаңа іріктеген кезде де қыздар болды. Мүлдем біз алдында сұхбаттасу болды. Ішіне іріктегенде жүнді білмейтін қыздар келген. Жүнді кілем деп отыр. Енді ондай қыздарды қалай бұндай додаға қатыстырамыз? Бұл жерде бәсеке болу керек, кішкене түсінік болу керек. Бұл жерге шақырғаннан кейін өзі 5 қатысушы. Ол енді танымайтын, тіптен жүнді кілем деп отырған қызды қатыстыра алмаймыз ғой. Сұхбаттасуда іріктелген қыз. Сондықтан бәрінің білімнен хабары бар, университетте оқитын қыздар екен. Ішінде именно осы кілем саласы, киіз саласында жүргендіктен таңдап алынған қыздар. Сондықтан барлығының білімдері бар. Енді ары қарай әрекеттеріне қарай көреді. Енді Мереке ханым, жалпы қатысушыларға сәттілік тілейміз, сіздерге де сәттілік. Құрметті көрермен, біз дәл қазір Мереке ханымнан жалпы бірінші кезең бойынша, киіз басу бойынша ақпараттарды білдік. Ендеше қатысушылардың процесіне кезекті берейік. Сайыс шарттары барлығына түсінікті болды. Қыздар тапсырманы орындауға білек сыбана кірісті. Сонымен қатар біз қойған сұрақтарға да жауап беруде. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, қолөнер бағыты бойынша біздің жарысымыз басталды, және де қатысушыларымыз процесс барысында байқап тұрғандарыңыздай, қолөнер бағытында бір тыныш аура сезіледі. Яғни барлығы өте қарапайым, сабырлы түрде жұмыстарын жасап жатыр. Енді біз дәл қазір қатысушыларымыз жанына келіп тұрмыз. Олардан бұл бағыт бойынша бірінші кезеңде тапсырма қиын болмады ма, жалпы не жасап жатқандығын бірге білейік. Дәл қазір мен Аружанның қасына келдім. Аружан, жалпы сізге қандай тапсырма берілді, және де қиын болып жатқан жоқ па бірінші кезең? Қиын болып жатқан жоқ. Біз алдын ала мынаны қиып, жүнге қойып, соны істеп жатырмық. Сабынмен иелеп. Енді мен мына жерде көріп тұрғаным, оюды таңдап алған екенсіз. Бұл қандай ою, оның мағынасы қандай? Бұл қазақи ою, және бұның мағыналары көп. Мәселен? Және анау
мына екі қыз екеуміз бірдей оюды не қылып сыртын нағыз алды, мен ішін нағыз алды. Бір оюды қырққанда солай түсті. Және де оюдың мағынасы қазақи ою болғанда бұның мағынасы қошқар мүйіз ол ақшалықтың белгісі дейді. Сондай. Мәселе. Жалпы маған қызық болып тұр. Бұл уақытқа дейін қолөнер бағыты бойынша жарыстарға қатысып көрдіңіз ба? Иә, әрине жарыстарға қатыстық. Даже Алматыға да барып қатыстық, апайымызбен, кураторымызбен бірге. Берілген тапсырмаға уақыт аз емес пе сіздерге? Үлгересіз ба? Негізі үлгеруге болады, әрине. Маған қызық болып тұрғаны, сіздер су сеуіп жатсыздар, бетіне? Жай су емес, бір көбікті су. Ол не үшін? Чтобы анау бір-біріне жабысып жату үшін, оның аяғын біз сабынмен бірге икелеп, оны қазір түсіріп, неға астында мына көк тұр ғой, соған қарай оюды қойып істеп жатырық. Ендеше іске сәт, сіздің уақытыңызды алмайық. Сәттілік. Бүгінгі сайыста біздің қатысушыларымыз киіз өнерінің жастар арасында әлі де танымал екенін дәлелдеді. Сонымен қатар түсірілім барысында біз білмейтін тың ақпараттармен бөлісті. Құрметті көрермен, маған қатты қызық болып тұрған сонша мен барлық қатысушыдан пікірін жинап шыққым келіп тұр. Дәл қазір мен Ұлжанның қасына да келіп қалдым. Енді жалпы Ұлжан, сізге кедергі келтірсем де, бірақ барынша сұраққа жауап беруге тырыссаңыз, жалпы қандай процеске келіп жеттіңіз дәл қазір? Біз қазір пісіру процесіндеміз. Киіздерді енді чтобы жабысу үшін біз сабынмен икелеп, осылай суды құйып, қатты басып пісіндеміз. Мен сұрайыншы, мына заттың бұл жердегі пайдасы немесе маңыздылығы қандай? Бізде осы чтобы пакет жабысу үшін беріледі. Мына пакет таңдаған себебіміз бізге ауа өткізіп тұрады. Тезірек жабысу үшін басқа пакеттер бізге сай келмейді. Егер де маған бұл тапсырманы берсе, мен алып киіздің өзін жабыстыра салатын едім да. Ал енді мына жерде сіздер қалай жасап жатсыздар, жалпы бұл қалай қалың болып шығып жатыр? Иә, қалыңдау болып тұр ғой. Жаңа қателеспесем бір кезеңдер туралы айтылды дейме? Иә, біз бірінші киізді басып аламыз. 4 слой қылып қалың болу үшін. Оның үстіне біз дайын қылып кескен киізімізді үстіне қойып, сабынмен икелеп, бір-біріне жабысу үшін сабындап осылай істейміз. Жалпы бұндай нәрселерді сіз күнделікті өмірде жасайсыз ба? Негізі біз осында сабақ өтеміз. Осылай киіз басу деген сабақ бар. Осыдан көп киіздер басамыз. Демек, маған бұл тапсырма қиын емес дейсіз ғой? Иә. Енді алдағы уақытта жарыс туралы не айта аласыз, жалпы қатысушылардың жұмыс процестері қандай екен? Өзіңізге қарсылас көріп жатсыз ба басқаларды? Иә, барлығы жақсы істеп жатыр, менің ойымша. Жақсы, онда Ұлжан, сізге де сәттілік. Біз келесі қатысушымызға бара берейік. Көрермен, біз дәл қазір Нұриданың қасына келіп қалдық. Жалпы Нұрида, өзіңізден сұрап өтсек, мен енді басқа да қатысушылардан сұрадым, жалпы бұл киіз басу екенін түсіндім, бірақ маған әлі де қызық болып тұрғаны, бұл жерде сізге қиын болып жатқан бір детальдар бар ма мысалы? Жалпы бұл киіз басуда қиындық туғызып жатқан ештеңе жоқ. Себебі өзіміздің күнделікті жасап жүрген жұмысымыз деп айта аламын. Ешнәрсе қиындыққа соғып жатқан жоқ. Менің жұмысым ойдағыдай шығып жатыр. Жалпы бұл уақытқа дейін киіз басып көрдіңіз ба? Иә, киіз басып көрдім. Ал қазір осы бірінші кезеңде түсінбей қалған тұстарыңыз болды ма? Жоқ, барлығы түсінікті, себебі барлығы детально көрініп тұр. Бірінші жүндер қойылды, үстіне дайын оюларымыз қойылып, екеуі бірге иленіп жатыр, екеуі пісу үшін. Жалпы қазір сіздер қай процесстер және бұдан кейін тағы да бірдеңе істейсіздер ма? Біз қазір жүнді илеу процесіндеміз. Бұл қазір жүн қату керек, яғни пісу керек. Одан кейін біз шайып, тек қана күн көзіне кептіру ғана қалды. Одан кейін бұйымымыз дайын өнімге айналады. Қызық болып тұрғаны, жалпы киімнің кебуінің өзіне бірнеше сағат керек қой, ал киіздің кебуіне қанша уақыт керек? Күн көзінде негізі жақсы кебеді, яғни 3-4 сағат уақытында кеуіп қалады. Бұл кішкентай жұмыс болған, ал ауқымды жұмыстар уже кете береді. Демек бірінші кезең маған оңай дейсіз ғой? Бірінші кезең оңай. Ендеше сәттілік, басқа қатысушыларымызға барайық біз.
Құрметті көрермен, жалпы сіздер білесіздер ме, мысалы мектеп уақытында бір сыныпта 2 Аружан, 2 Бағдәулет деген болады ғой. Дәл солай біздің бүгінгі жарыста да 2 Аружан бар екен. Біз дәл қазір екінші Аружанымыздың қасына да келіп қалдық. Енді бірінші қатысушылардан сұрап келе жатырмыз, жалпы жарыс процесі қалай болып жатыр, не жасап жатқандығы. Енді Аружан, менде сізге сұрақ болып тұр. Жалпы мына киізді басу үшін оның бір салмағы болады ма? Жалпы қанша алдыңыздар, грамм деген секілді? 200 грамм алдық. Соны жайлап басамыз. Демек 200 граммды сіздер қалай бірден былай төсеп шықтыңыздар ма, әлде үзіп? Аха. Ал енді сонымен қатар тағы бір қызық, мына жерде оюды, әдетте киім тіккен кезде адамдар оюды бөлек пішіп алады ғой, яғни кесіп алады. Сіздер мына оюды бірден киіздің бетіне бастыңыз ба, әлде қалай шығардыңыз? Жалпы жүннен ою шығару деген қиын ғой бұл. Біз бірінші бұны кесіп алдық, сосын барып бетіне жабыстырып алдық. Мәссаған. Жалпы сізге бұл уақыт жеткілікті деп ойлайсыз ба тапсырманы орындауға? Ал киіз басу сіз үшін үйреншікті ма? Күніге басасыз ба? Сабақ кезінде күніге басамыз. Демек сіз қазір оқисыз, Жалпы басқа қатысушылардың жұмыс барысын көріп жатсыз, олар туралы не айта аласыз? Ерекше байқаған көзіңізге түскені болды ма? Бәрі жақсы, керемет істеп жатыр. Ендеше сіздің уақытыңызды алмаймыз, сізге. Құрметті көрермен, біз дәл қазір Сафура есімді қатысушымыздың қасына келіп қалдық. Енді былай қарағанда барлық осы бірінші кезең бойынша ақпаратты жинадық. Бірақ Сафура, сізден басқаша бір сұрақтар сұрағымыз келіп тұр. Жалпы дәл қазір сіз бұны аяқтағаннан соң қандай процеске көшесіз? Енді барлығыңыз бірдей жасап жатсыздар ғой жұмыстарыңызды. Бұны жуып, күннің астына қоямыз. Кепкеннен кейін дайын болады. Жақсы, сізге сәттілік. Енді тағы да бір мынандай сұрақ болып тұр. Жарыстан бөлек. Киіз басуды жастар білмейді десем, келісесіз ба? Көпшілігі білмейді. Неге деп ойлайсыз? Қызық емес па, әлде қиын ба? Білмеймін, көбісі білмейді ау. Өзім де енді келіп жүрген адам болғаннан кейін. Солай ойлаймын, өз ойым. Жалпы киіз басу барысында адам қандай болу керек? Сабырлы болу керек па? Мысалы, кейбіреулер болады ғой, шыдамсыз, сабырлы болу керек, сабыр керек. Киіз басу оңай ма негізі? Қатты оңай емес, нормально. Бұл сала бойынша сіз қалай қызығушылық таныттыңыз? Бір адам себепші болды ма? Мысалы, әдетте әжелер көп қыздарға себепші болып жатады ғой. Мен осы Мереке апайға кезде практикаға келгем, сол кезде жұмыстарына қызығып осы жерге келіп тұрмын. Демек сізде білім бар дейсіз ғой бұл сала бойынша? Орташа деңгейде. Одан бөлек тағы да бір сайыстарға қатысып солай болған бе сізде? Жоқ, ондай ештеңе болмаған. Ендеше бұл сіздің алғашқы сайысыңыз болып, алғашқы жеңісіңіз де болсын деп тілейміз. Сізге сәттілік. Құрметті көрермен, сонымен біз көптен күткен бірінші кезеңді де аяқтадық. Жалпы қатысушыларымызға уақыт жағынан сәл жетіспеушілік болмаса, аса бір қиындық соқпаған секілді. Олар үшін киіз басу күнделікті әдет іспеттес. Қасиет, сен не істеп отырсың? Қалай айтсам екен, ішімде бір андай басқаша сезім болып тұр. Білесіз бе, біздің балалық шағымыздың алғашқы кезеңдері ұялы телефонсыз, ауылда бір нағыз қызық шақтар еді ғой. Тіпті андай қабырғаға ілінген кілемдер сол заманның әр үйдің символы тұғын. Мен есіме бір жағдай түсіп тұр, бізді ауылда дәл осындай әр үйде кілемдер болатын тұғын. Кілемде, білесіздер, дәл осындай ойлар өте көп болатын тұғын. Ұйқыға жатар кезде біз мынау сызықтардың үстінен қолмен қайталап жатып ұйықтап кететін едік. Расымен қасиет, менде қазір ностальгия болып жатыр, шынымды айтайын. Тіпті қатысушыларымыз да киіз басқан кезде, бірінші кезеңде менің балалық шағым көз алдыма былай елестеді ғой. Жалпы естеліктер бар ма өзіңде де? Бірден айтсам таңғала саласыз. Айт. Мен тіпті киізде басып көргенмін ғой. Қойшы. Иә. Бізде ауылда әжеміз жүн басатын тұғын, яғни жүнмен киіз басамыз. Сонда әжеміз бізге екі ұзын шыбық беріп қояды. Біз киіздің үстіне салынған оюларды үстінен сабалап ұратын тұғынбыз. Қасиет, егер де осы салада білімің бар болса, неге өзіңді сынап көрмедің? Сіз де қатырдыңыз-ау. Екі шыбық ұстап жүн сабағанның бәрі қолына шығады деп кім айтты? Сіз тек қана қолға жоқ. Не дейді екен десем, жақсы киіз баса алатыныңа сендім. Ендеше қазір қуанып отқаныңа қарап, сені тағы да бір қуантқым келіп отыр. Неге дейсің ғой? Неге? Себебі алдағы 3 кезең бойынша біздің қатысушыларымыз тағы да осындай естелікке толы тапсырмаларды істейді. Яғни сенің көз алдыңа әлі балалық шақтарың былайынан өтетін болады. Ендеше құрметті көрермен, біз тек бірінші кезеңнің аяқталғанын хабарлаймыз, алда екінші кезең.